Қазір адамдардың көбінде бүгін кешке бірдеңкені оқып, таңертең тұрғанда бай болып тұрсам, немесе өпі-сүпі деп бір-екі нәрсені оқып, бір-екі нәрсені істеп жіберіп, бір-екі нәрсені бүйтіп жіберсем, байып кетем деп ойлайды. Жоқ. Байлыққа да, абыройға да адам еңбекпен жетеді. Еңбекпен жетеді. Абай атамыздың керемет өлеңі бар. Арсыз болмай атақ жоқ дейді. Алдамшы болмай бақ қайда дейді. Шынында адам баласында бір атаққа арсыздықпен жететін жолы көп. Алдап, пара беріп, кісі салып жүріп, атаққа жетуі мүмкін. Бірақ атақ абырой емес. Атақтың бәрі абырой емес. Аз ғана атақ сені абыройыңды көтереді. Арсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда дейді. Адамның басына келген бір даңқты сәттердің өзі уақытша. Оның өзі саған пайда бере ме, пайда бермей ме белгісіз. Кейде бір конкурстан қызымыз жеңді, үлкен бір жиыннан ұлымыз жеңді деп қуанып атамыз. Бірақ ол оны эгоизмге алып кете ме, оны ол көтере алмауға алып кете ме, тәкаппарлыққа алып кете ме, жұлдыз ауруына алып кете ме, оны да білмейміз. Әйтеуір аты шыққан жаман емес деп ойлаймыз. Жоқ, аты шыққанның бәрі абырой емес. Біз атақ қумауымыз керек, абырой қуымыз керек. Атақ жинамауымыз керек, абырой жинауымыз керек. Мәселен, Кеңестер одағының батыры болған адам көп. Бірақ осы 500-ге тарта Қазақстаннан шыққан Кеңестер одағының батыры болуы мүмкін, сіз бәрін танымайсыз. Мәлік Ғабдуллинді тануыңыз мүмкін, Қасым Қайсеновті, Бауыржан Момышұлын тануыңыз мүмкін. Бірақ Бауыржан Момышұлына, Қасым Қайсеновке, Рахымжан атамызға ресми Кеңестер одағының атағы дер кезінде берілмеген. Бірақ жұрттың бәрі Бауыржанның атын білді. Жұрттың бәрі Рахымжан Қошқарбаевты білді. Елдің барлығы Қасым Қайсеновті таныды. Неге? Өйткені Алла абырой беріп қойды. Алла абыройын көтерді. Жазушы болды ол кісілер. Ол кісілер жұртпен ерегісіп маған атақ бермедің деп тағдырын талқан қылып жіберген жоқ. Сабыр етті, еңбек етті, елдің ортасында жүрді. Халық оларды атағы болмаса да қаһарман деп таныды. Кезі келген кезде атақтарында алды. Сондықтан атақты болу мен абыройлы болу екеуі екі нәрсе. Атақты адамның бәрі абыройлы емес, ал абыройлы адамның бәрі атақты. Абырой деген тазалықпен келеді, абырой әділдікпен келеді, абырой еңбекпен келеді. Сондықтан да кейде жеңіл жолмен байып кеткен адамдар сол ақшасын қайырлы пайдалы жолға жұмсай алмайды. Кейбір олигархтарға барасың, мына жақта халық қиналып жатыр, көмектесші. Немесе бір мынандай ұлттық жоба бар еді, немесе елдің тіліне, мәдениетіне, халқымызға, руханиятымызға пайдалы жоба бар еді, қолдашы десең, қолдай алмайды. Неге? Ол адал жолмен дүние таппағандықтан, ол дүниесін қайырлы жолға да жұмсай алмайды. Желмен келген дүние желмен кетеді, ал жолмен келген дүние ғана жолымен жұмсалады. Мысалға, зиянды пайдаға айландыру. Садақа, зекет деген дүние қазір әсіресе ораза кезінде көп айтылып жатыр, беріліп жатыр. Ел арасында Құдайға шүкір жақсы жұмыстар жүріп жатыр. Көп байлар дүниесін ортаға салып, елбасымыздың өзі қор құрып, біз біргеміз деген ат қойып, айдар тағылып, қазір халыққа қаншама жақсылық жасап жатыр. Елбасымыз жай отырған жоқ. Бір кездегі тұңғыш президент ретінде мына қиын қыстау кезде ақылында айтып, жолында көрсетіп, өзінің абыройын жұмсап, елді ұйыстырып, қор құрып, қазір халықтың қажетіне бай бағландарымыздың қаржы жұмсауына мүмкіншілік жасап жатыр. Мемлекет басшысы Тоқаев сол нәрселерді ұқсатып, қазір мына кризис жағдайында, пандемия жағдайында кәдімгі мемлекет пен халықтың бір-біріне жақын болуына үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Қазір соңғы кезде әсіресе аналитиктердің, зерттеушілердің айтуынша, мемлекеттің халықтың алдында абыройының бір көтеріліп тұрған, бұқара елдің мемлекетке бір ерекше жағдайда сенім артып тұрған кезіне куә болып отырмыз. Неге? Ауыртпашылық, ел басына туған қауіпті жағдай бізді біріктірді. Пендешілік көп деген артық ауыз сөздердің барлығының артық сөздер екенін түсініп, оны жүрегімізден де, аузымыздан да, айналымыздан да шығарып тастадық. Қазіргі кезде Аллаға шүкір елдің басы бірігіп жатыр. Мемлекет пенен халық бір-біріне жақындап жатыр. Бұл біз үшін үлкен береке.